Армысыз ағайын, айналып келіп мынау еліміздегі діни ахуал туралы тағы бір ойыммен бөліссем деймін. Бөліспей болмай тұр, себебі менің осыған дейінгі шығарған араб болудан қазақ болуға дейін атты видеома әсіре діншілдер қатты өкпелепті. Сенің дінде шаруаң қанша, саясатыңды айтып жүре берсеңші деп ақыл үйретті. Сен жақсы бір тәп-тәуір жігіт па деп жүрсек, оңбаған тәңірші екенсің ғой деп жекеме өтіп жатқандар да жетерлік болды. Енді бір нәрсенің басын ашып алайық деп тұрмын ағайын, мен тәңірші емеспін, мен өзімді қазақы мұсылманмын деп санаймын. Қалай түсінсеңіздер, олай түсініңіздер, ал мұсылман мен қазақы мұсылман бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Мен үшін қазақы мұсылман деген бөлек бір термин, және анау арабтың мұсылманына оның дым қатысы жоқ. Енді қазір сіздерге неге екенін соның барлығын айтып беремін. Қазақы мұсылман деген кім? Ол бір құран бағыштайтын кезде жеті шелпек пісіруден қорықпайтын адам. Ол зираттың қасынан өтіп бара жатқан кезде алдымен аруаққа бағыштап бетін сипайтын адам. Ол қатын баласын қара жамылдырып орамай зайырлы қоғамға кіріктіре білетін адам. Ол дін мен ұлттың арасында таңдау тұратын болса алдымен өзінің қазағын таңдайтын адам. Ол тек діни мәселелерде ғана ойбайлап шықпай, қоғамның басқа да мәселелеріне бас ауырып балтыр сыздайтын адам. Ол анары толықсыған қор қыздарына сілекей ақпай, мына қоғамдағы қазақ қызының тағдырына алаңдайтын адам. Ол тіпті әріптестері жұмыс істеп жатқан кезде солардың құрметін сақтап, мен намаз оқып келейін деп кетіп қалуға ұялатын адам. Міне мен үшін нағыз қазақ мұсылманы. Және ол осындай кішкентай ғана бір ұлттық коды өшпеген детальдардан құралады өйткені. Ардақтағы ағайын, қазір біздің елдегі діни ахуал бетімен кетті шынын айтқанда. Осының кесірінен бір тұтас әулеттер, жанұялар бір-бірінен араласпай жатыр, иә. Осының кесірінен бауыр мен бауырдың арасы ажырап жатқанында шындық. Ең ауыр бар ғой ағайын, осының кесірінен сол адасқан қазағымның тамырындағы қаны өзгеріп кетіп жатыр. Ал оны емдеуге біздің мемлекеттің не үшін асықпай отырғанын мен қазір түсіне алар емеспін. Анау Нұрлан имамға қойылатын сұрақтарды тыңдасаң, менің елімнің ақыл-ой әлеуеті осындай деңгейге түсіп кеткен ба деп жүрегің ауырады. Жоқ, неше түрлі мұсылман жігіттер бар, бірақ олар анау әсіре діншіл фанатиктерге қой деп айта алмайды қазір. Себебі мұсылманға бауыр деген бір ғана шалажансар түсінік бүкіл зайырлы қағидаларды бұзып тұр. Ең радикальный салафиттің өзін бұл да біздің бауырымыз ғой дейтін кейбір жігіттердің сөзін естігенде өмірден түңіліп кетесің. Тағы да айғайлағың келеді. Ешқандай мұсылманға бауыр емес екен. Қазіргі мына соғыстардан байқамадыңыздар ма әлі? Ұлт бар, халық бар, болды, қалған трансформацияға түсе береді деп айтқым келеді. Мені мына сұрақ мазалайды күнде. Жалпы өзін өзі таппай жатқан тарихын енді біліп жатқан қазаққа әсіре діншілдер өзі қажет па қазір? Олардан біздің мемлекетімізге не пайда өзі? 1000 жылдық тарихы бар беташарды харам дейтін адамның менің еліме не керегі бар? Қазақтың наурызын арам деп пәтуа шығарып видео жүктеген селдір сақалдың менің еліме не керегі бар? Әулиеге барып зиярат етсең ширк деп шалқасынан түсетін адамның менің еліме не керегі бар? 1000 жылдық тарихпен мөрленіп, бүкіл жалпы қазақтың дүниетанымына үйлесетін ырымдарға бір ырбиып қарап қалатын дінкештің менің еліме не керегі бар? Домбыраның үрегі жүрегін қытықтамайтын, қобыздың үнінен өлердей қорқатын қуыс кеуденің менің еліме не керегі бар? Менің ойымша, құрметті ағайын, қазақ үшін ең үлкен құқықтық категория ол ар. Армысың деп амандасып, арың болған басын деп тілек айтып, ала жіптен аттама дегенді үйрететін кодекс бар елде басқалардың ақылы не керек? Баяғы қазақ қылмыскердің өзін, тұтқынның өзін ешқандай түрмеге қамамай, киіз үйге қамай салып, сыртынан құлыптамай ала жіппен буа салатын болған. Сонда қазақтың қылмыскерінің өзі үкім шыққанша ана киіз үйден аттап шықпаған, себебі сыртында ала жіп байланып тұр. Біздің де бір замандарда осындай бекзат, осындай ақсүйек дәстүріміз болғанын қазір түсіндіре алмай жатырмыз ғой елге. Себебі біз жақсы адам болуды тек қана діннен іздеп жүрміз қазір. Ал қазіргі біздің халық мектепте 3-пен бітірген молдаларға үйіп отыр. Болды ғой, енді көздеріңізді ашатын, бір нақты ғылым қуалайтын адамдардың бағытымен қозғалатын уақыт келді ғой деп айтқым келеді. Кеше өзінің ішкі қорқынышын айтқан Баян Мақсатқызын жерден алып жерге салып жатқан комментарийлерді оқыдым. Баян ханымның сөзінен бір қате таппадым мен. Бір оранып хиджаб киіп алып, қоғамның мәселелеріне бір үн қоса алмай қаптаған рамкаға қамалып отырған тәрбиелі келіншектен купальникке түскен суретін дүйім жұртқа жариялай салатын Баяның артық мен үшін. Себебі адамның сырт келбеті маңызды емес, зайырлы қоғамға деген ұмтылысы маңызды. Адамның жаңашылдықтан жалықпағаны, үнемі өзін өзі дамытатыны маңызды мен үшін. Қазақтың дәстүрінде еркіндік бар, арабтың дәстүрінде еркіндік жоқ. Осы нәрсені түсінетін ми болмай тұр ғой біздің бәрімізде. Егер сен исламды ұстанып тұрып, атаңның салтын жоққа шығаратын болсаң, онда сен өзінің тамырын өзің кесіп жатқан бейшарасың.
Бірақ егер сен алдымен қазақтың салт дәстүрлерінің ішінен исламды тауып алатын болсаң, көре алатын болсаң, сонда ғана сен шынайы өркениетті мұсылмансың. Болды. Қазақылықтың қызыл шекарасы дегеніміз осы ғана, ардақты ағайын. Жоқ, менің түсінбейтінім мына нәрсе, несіне тыраштанады? Жаңағы араб болғысы келіп жүргендер несіне сонша қағынан жерді? Айтқым келеді, бейшаралар-ау, тарихтың талай зобалаңы төңкеруге шамасы жетпеген қазақтың санасына сендердің шамаларың келмейді ғой енді. Қойсаңдаршы болды деп айтқым келеді. Бизнесімнен айырылам деп қорықсаңыздар, барсаңыздар таяу шығыстағы елдерге. Көзі бітелген адамдар ол жақта да топталып жүр. Тек қазақтың ішін былғамаңыздаршы деп айғайлағым келеді кейде. Абай жолын оқығандар біледі ғой, денсаулығы сап-сау Құнанбай 4 жыл жүріп Меккеге барып, бекзат болмысы бір шөккен шалға айналып қайтып оралғанда, жаңалық сұраған халыққа ана төбеде бір мазар, мына төбеде бір сахабаның зираты бар екен дегеннен басқа сөз таба алмайды. Сонда Абай айтады, сонша жүріп келгенде көргенің төбешіктер ғана болса, бұл не деген аз табыс, әке, дейді. 4 жыл о жақта сандалмай, қазақтың даласында жүрсе, елге берері де, жұртымен көрері де көп болатын еді ғой Құнанбайдың. Естеріңізде болсын ағайын, ұлттың жойылуына неше түрлі соғыстардан да қауіпті екі фактор бар, ол мен тіл мен дәстүр. Осы екі нәрсені қазағымның өз қолымен өзі құртып жатқанына кейде намыстанамын мен. Осы мәселені көтеріп шырылдап жатқан анау 3 депутатқа шынымды айтайын, басымды идім. Бұл іске мемлекет араласып бір жағына шығару керек. Себебі әсіредіншілдердің бойында қазақылықтың жұрнағы да жоқ. Сондықтан бүгін дәстүрімізді талатып қойсақ, ертең мәдениеттен түк қалмайтынын білу үшін ақылды болудың керегі жоқ деп ойлаймын мен. Және аш бәледен қаш бәле деп отыра бермей, қоғамға өз үндеріңізді қосыңыздар дегім келеді бәріңізге, менің құрметті көрерменім. Лайым әлемде дін болсын. Исламнан аздап керегін алған, дала заңы мен баба заңынан аздап керегін алған, және бәрін қиындатпай қазақтың жүрегінен оңай өтетін жол болсын. Бірақ қазақылықтың шегінде болсын дегім келеді. Одан асқанды көтермейтін, еңсесін өзгеге бастырмайтын рухы бар қоғам қалыптастырайық ағайын дегім келеді. Бәрі тек өзімізге байланысты.